Тарихын тасқа жазған бабалар өмірін жас ұрпаққа кеңінен түсіндіріп отыру қажет. Бұл ретте балаларға, жастарға арналған қарапайым әрі қабылдауға жеңіл туындыларға баса мән берген жөн. Мысалы, деректі және көркем фильмдерді, анимацияны айтуға болады. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Кім не таппақ, құдай болмай дерт құмары. Көбелекті махаббаты мерт қылады. Көре тұрып, өзін өзі өртке ұрады. Пайда зиян дегенмен еш шаруасы жоқ. Сен көбелек, ал ақиқат жанған шам. Өзіңді отқа ұр, сол асыл дерт пайда қалсаң. Дүкенің құр зікір етіп қайда барсаң, хақ жамалын көрсетпесе, кепіл болам. Яссауи ізімен. Ғашықтық жол саған бастар, бір және бар. Не қылсаң да ғашық қылшы пәрвәрдигар. Қолым жайып, дұға қылам, ем жаппар. Не қылсаң да ғашық қылшы пәрвәрдигар. Жас. Қылуеттің ішінде де бір қылует бар. Оны жүрек қылуеті дейді. Жүректе оңашада алаңсыз ойланбаса, іштегі кірінен тазармайды. Ұстаз, бұл айтқаныңыздың хикметі қандай? Жүректің де қылуеті бола ма? Әлбетте болады. Жүрек қылуетке түспесе, тақуалықтан пайда жоқ. Себебі әр қиындықтан мехнаттың хикметін жүрек оңашада ойланып табуы тиіс. Жүректің назары хаққа ауғанда, мына дүниенің қызылды жасылды, баянсыз қызықтары адамды арбай алмайды. Оңашада хақпен сырласатын момынның таза жүрегі оны әулие дәрежесіне дейін көтереді. Қылуетке түскен дәруіш алдыменен жүрегін тәрбиелейді. Ал жүрек хақтың хикметін қызықтайтын қасиетті орын. Ұстаз, бұл дүниедегі ең үлкен бақытсыздық не? Бұл дүниедегі ең ірі бақытсыздық ол жүректің өлуі. Жүректің өлуі дейсіз бе? Ол қалай өледі? Жүректің өлуі оның дүниемен толық байлануы. Мына адамзатқа деген махаббатты дүниеге деген құштарлық жеңгенде пенденің басынан бағы тайып, бақыты қашады. Тән құмарынан рух қалауы биік тұрсын. Тәні тәубе еткенде маңдайы сәжде етсін. Астың адалын жесін. Құлағы жөн сөзге түріп, бос сөзге бітеу болсын. Тілі зікірмен, ойы пікірмен, көңілі шүкірмен болсын. Жүректің көзі ашылса, хақтың сәулесі көңілге молынан құйылады. Міне, Яссауидің 63 жасқа келіп қылуетке түсуінің себебі де осы болса керек.
Қожа Ахметтің Қылуетте неше жыл уақыт өткізгені туралы нақты дерек жоқ. Бірақ ол жүрек Қылуетін тауып, өз хикметтерін араб парсы тілінен түркі тіліне түсінікті де өлең шумақтарымен аудара білді. Міне бұл біздің қасиетті Түркістан өлкесі. Бұл өлке барша түркі жұртының рухани қазығы саналады. Мыңдаған жылдар бойы батыс пен шығыстың арасын жалғаған ұлы жібек жолының кіндігі де осы аймақ болған. Өңіріміздегі ірі сауда орталықтары болған Сауран, Отырар, Қарнақ, Яссы қалаларынан өткен керуендер міндетті түрде көне Исфиджаб қаласына да соққан болатын. Әлі есімде. Әкем Ибрахим шейх бағбан кісі болатын. Асын адалынан тауып, бау-бақша, егістікпен айналысатын кісі еді. Бір күні әкемді іздеп, егістік басына бардым. Әке? Балам, келдің бе? Арамшөп жердің өз баласы деген рас екен ау? Қаптап кетіпті ғой тіптен? Иә, қарттық алмай қоймайды екен. Аздап белім ауырғаны болмаса балам. Әке, пайғамбарымыз айтқан, емі жоқ ауру болмайды деп. Алла, ауру жаратса, қасына емін қосып жаратқан екен. Қаласаңыз, дұға жасап, арамшөптерді қоратып тастайын. Балам, алған білімің жасыңа шаққанда лайықты өнер. Бірақ арам шөпке әркімнің ақ әлі келеді. Ал енді арам ниетке кімнің халі келеді? Егер арам шөп дұғаға солмаса қолмен ақшылам. Мақты болсаң, хақ расулы сияқты жүректе болатын арам шөптерді жұлуды үйрен. Надан жұрттың теріс ниетін солдыр. Әке, жүректің арам шөптері қандай болады? Теріс ниет, арам ой жүрекке шығатын арам шөп сияқты. Ыза, кек, қызғаныш, өкпе, көралмаушылық, осы арам шөптерден жүректі тазарта білсең, хақ расулдың ұлы сүннеті сол болады, балам. Балам, анау тарын әпере қойшы. Әрбір адам осы дән секілді біліммен сусындап, ілім игерсе, мол жеміс береді. Сондықтан осыны жадыңда сақта. Міне мына кесене Ахмет Яссауидің әкесі Ибрахим атаға арнап салынған. Ибрахим өз заманында осы аймаққа белгілі ұстаз болған деседі. Кесененің салынуы Ибрахимнің ел алдындағы беделін көрсетсе керек. Осы жерден 2 шақырым жерде Қараша шанаға арналған кесене орналасқан. Аталған кесенелер Түркістан облысына қарасты Сайрам елді мекенінде орналасқан. Осы Исфиджабта дүниеге келген Қожа Ахмет Яссауи 17 жасқа келген кезде алған білімін насихаттап дамыту мақсатында Түркістан қаласына аттанған екен. Бір деректерге сүйенсек, 11 жасында Арыстан баптан аманат құрманы да осы Сайрам қаласында алған екен. Арыстан бап аңыз әпсаналармен жеткен әңгімелерде пайғамбарымыздың аманатын пәлен ғасырлар бойы тіл астында сақтап, бала Ахметке жеткізген әулие кісі. Сондықтан да баптардың бабы деген атқа ие болған. Ал енді құрмаға келсек, ол ислам дінінің мәйегі, дәні, біздің заманымызға тілмен насихаттап, тәпсірленіп жеткен коды деп түсінсек болады. Міне, Қожа Ахмет Яссауи сол дәнді киелі Түркістан жеріне егіп, ислам дінінің өркендеуіне, жайылуына ықпал етті.
Халықтың әулиеге деген құрметі мен ықыласы көнеден жеткен Арыстанбапқа түне Қожа Ахметтен тіле деген сөздің мәнінде жатыр емес пе? Сондықтан да Яссауиді зиярат етушілер алдымен Арыстанбапқа барып Құран бағыштайды. Германия. Біз бағындырған жерлерде көркі көз тартар ғимараттар, сағаналар, кесенелер салуымыз керек. Олар ата-бабаларымыздың рухын асқақтатып, дұшпандарымыздың мысын басып тұрсын. Сөзіңіз өте орынды, әміршім. Яссы қаласындағы Әзірет Сұлтанның басынан бастағаның жөн болар кесенені. Жергілікті халық оны жақсы көріп, хикметтерін жатқа айтады. Қаза болғанына 200 жылдан өтсе де, басына келіп дұға жасаушылар әлі күнге дейін толастар емес. Болсын, Самарқан, Отырар, сонау Парсы елдерінен хас шеберлерді алдырып, теңдесі жоқ кесене салдырам. Ислам дінін насихаттаушы Әзірет Сұлтанның әруағы қолдап, жеңісті жолымды жалғастыра берем. Солай жасасаңыз, түркі халықтары сізге разы болады, әміршім. Тұран даласында даңқыңыз артып, абыройыңыз асқақтай бермек. Содан Әмір Темір шар тараптан ең мықты деген шеберлерді алдыртып, кесене салуға кіріседі. Кесененің кірпіштері топырағы майлы, елеуге сазының сапасы жайлы. Сауранда күйдіріліп, Түркістан қаласына дейін тізілген адамдар арқылы қолма-қол жеткізген екен. Түркістанда айтқанда міндетті түрде көз алдымызға Қожа Ахмет Яссауи кесенесі келеді. Алайда осы кесененің қаншама құпияға толы екенін біріміз білсек, біріміз білмеуіміз мүмкін. Ендеше бір сәт Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тарихына үңілейік. Әмір Темірдің билігі дәуірінде 200-ге жуық осындай күлиялардың, ғимараттардың, керуен сарайлардың, кітапханалардың салынғандығын көруге болады. Күлия деген сөз бұл жерде мешіті де бар, мазары да бар, кітапханасы да бар, жаңағы қылуетханасы да бар, халимханасы да бар. Кейіннен біздің мынау қазақ хандығының резиденциясы болды деп айтамыз ғой біз енді. Негізінен бұл тікелей мынау түркі ислам өркениетінде исламды жаюдың негізі үлгісі ретінде қаралады. Бұндай күлия бүкіл біздің мынау Ирактан бері созылған Хорасанда барлық жерде осындай күлия бар. Кесененің тек қана біздің кесенеміз, жалпы осы біздің Тұран ойпатындағы бүкіл осындай ғимараттардың негізгі чертеждері Ширазда салынған екен. Яғни олардың ұсталарының барлығы парсы тектес болғандығын айтуымыз керек. Тұла бойың таза болмаса, құлшылыққа қатыспа. Тазалық иманның жартысы деген хадис шәріпте. Асыл рух таза тәннің ішінде құлшылыққа құштар болады. Тәкаппарлық жүректі бұлғайды, көңілдің көзін қараңғылық пердесі қаптайды. Жалған сөз, өсек әңгіме бос сөзден тілді пәк ұстаңдар. Сондықтан момынның іші тазармай, ісі де ағармайды. Көңілдің кірі кетпей, хақтың нұры жүректің көзін ашпайды. Тазалық тән мен жанда қатар жүрсін. Ұстаз, Мансұр, келдің бе? Мына кең дүниеден тар жерге кіріп тарға болып, өз-өзіңізді неге қинайсыз, ұстаз? Мансұр, Алла сүйген құлына кеңшілік етеді.
мейірімі түссе, мына тар жерді, жер жүзінен кең, ұлан байтақ далаға айналдырады. Мен 63 жасында өмірден өткен пайғамбарымыздың ізбасарымын. Мен де соның сүннетін жасап, өз еркіммен қылуетке кірдім. Осы арада Құдайдың көкірегіме берген даналығын хатқа қосып, келешекте дін бұзылған замандарда ұрпақтарыма хикметтерімді жол бастасын деген мақсатым бар. Алла ниетіңізді қабыл етсін, ұстаз. Сіздің хикметтегі сөздеріңіз адамды жақсылық қылып барады. Әрбір жаны тазамын деген адам сіздің ізбасарыңыз болуға лайықты. Орта Азия аймағында өмір сүретін халықтардың исламдану кезеңінде Яссауи мектебі өкілдері маңызды рөл атқарды. Олар ислами құндылықтар мен имани негіздердің жергілікті салт дәстүрмен бірге қайнауында катализатор болды. Жалпы ел арасында кең тарап кеткен мақал-мәтелдердің шығуына да Қожа Ахмет Яссауидің Құран сөздерін қарапайым тілмен оңтайландырып, тәрбие көзіне айналдыра білуі себепкер болды. Ғасырлар өте баба заңы дала заңына айналды. Ахмет Яссауидің тағы бір ерекшелігі ол тек қазақ даласының ғана емес, барша түркі жұртының ортақ ұстасы саналады. Оның шәкірттерінің арасында қазақтан өзге қырғыз, Әзірбайжан, түрік, өзбек, қарақалпақ, түркімен, ноғай, ұйғыр, татар, башқұрт, тағы да басқа ұлт өкілдері болды. Осыншама ұлттың, яғни барша түркі жұртының рухани ұстазы саналатын Ахмет Яссауи бабамыздың Түркістан жерінде болуы біздің мақтанышымыз. Қожа Ахмет Яссауидің білімі мен өсиеті түркі тілінде жазылды. Себебі ол кезеңде араб жазулары кең тарай бастаған еді. Бірақ жергілікті халыққа Құран сөзі де, ислам діні де түсініксіз еді. Оның мағынасын ұғыну да қиын еді. Қожа Ахмет Яссауи Құран сөздерін әдеби көркем дүние, хикмет өлеңдеріне айналдырып, түркі тілінде жазып шықты. Сол үшін де барша түркі жұрты Ахмет Яссауиді құрмет тұтады. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin 2 tane önemli müridi, talebesi, şakirdi olduğunu söylemiştik. Bunlardan birisi Hakim Ata, yani Süleyman Bakırgani, diğeri ise Hazreti Қожа Ахмет Яссауидің 2 мықты шәкірттері болған. Оның бірі Хаким Ата, Сүлеймен Бақырғани, ал екіншісі Сопы Мұхаммед Данышпан. Хаким Ата деген атпен белгілі болған Сүлеймен Бақырғанидың өлең жырлары Бақырғани кітабы деген атпен жарық көріп, біздің заманымызға дейін жетті. Хаким Атаның керемет сөздері бар. Ол жақсы, біз жаман. Ол бидай, біз сабан. Яғни басқа адамдар жақсы, біз жаманбыз дейді. Әр көрген адамды Хазыр деп таны, әрбір түніңді Қадір түні деп біл дегенде мағынасы терең сөздер қалдырған. Яссауидің ілімін жан-жаққа насихаттап жүрген 10 мыңдаған шәкірттері болды. Олар да өз шәкірттерін тәрбиелеп, Яссауидің ізбасарлары ретінде жан-жаққа жіберіп отырған. Хаким Атаның бір шәкірті Зеңгі Атаның қабірі Ташкентте, ал өзінің қабірі Қарақалпақстанның Қоңырат деген жерінде жатыр. Зеңгі Атаның Садық Ата, Бәдір Ата, Сейіт Ата деген шәкірттері Өзбек ханның мұсылмандықты қабылдауына себепкер болды. Деректерде Өзбек хан мұсылман болған соң, бір күнде 70 мың адам мұсылман дінін қабылдады деген. Демек, Яссауидің шәкірттері Орта Азияда түркі халықтарына ислам дінін қабылдауына көп ықпал etті. Hoca Ahmet Yesevi öldükten sonra, daha sonra Kübrevilik, Yesevilikten sonra Kübrevilik, Türkistan'da Türk halkları tarafından kabul edildi. Cengiz istilası sırasında bunların önemli bir kısmı batıya kaçtılar ve Anadolu'ya geldiler. Қожа Ахмет Яссауи дүниеден өткен соң, оның шәкірттері жан-жаққа тарап, оның ілімін таратты. Шыңғыс ханның кезінде олардың бір бөлігі батысқа қарай қашып,
Анадолу жеріне келді. Яссауидің шәкірттері осы жерде түрк сопылық ілімін қалыптастырғаны туралы ашық-баша жазбаларында кездеседі. Оның айтуынша, Ахьян Руми, Ғазиян Руми, Бажиян Руми деген суфилер Яссауи ілімін түрк жерінде жандандырды. Мұның дәлелі Юнус Әмре және Хажы Бекташ әулиелер. Яссауи ілімі Анадолудан бастау алып, Осман империясының құрылу кезеңіндегі ислам дінінің күшеюіне ықпал етті. Халықтың сеніміне ие болған Яссауи шәкірттері тек Анадолуда емес, Дешті Қыпшақ жеріне де түрк сопылығына сәйкес ислам түсінігін қалыптастырды. İmparatorluğunun, beyliğinin kuruluşu Ahmet Yesevi'yi anlayabilmek için ilk önce Fakırname dediğimiz Ахмет Яссауиді түсіну үшін оның Пақырнамесін оқып зерделеуіміз керек. Әзіреті Пірінің бұл еңбегіндегі 4 есік 40 мақамын түсіну өте маңызды. Қожа Ахмет Яссауидің басқа мазһабтардан ерекшеленетін зікірі бар. Ол зікірде түрлі музыкалық аспаптарды да пайдаланған. Мақамның әсерлі, әрі жанды баурайтын әуеннің тартымдылығы шәкірттердің де санын арттырды. Бұл әуеннің жанға жайлы үйлесімділігі сонша, зікір айтылып жатқанда темірді араман кескендей дыбыс шығарған. Сол кезеңде Яссауидің 99 мың шәкірті болған дейді. Олардың зікір салатын арнайы үйлері, шірханалары болды. Ойлап қараңызшы, сол заманда түркі халықтары дініміздегі хадистер мен аяттарды жете түсіне алмағандықтан, өлең сөзге құралған хикметтер арқылы, даналық әңгімелер, мақал мәтелдер, тіпті музыкалық аспаптармен сүйемелдеп айтылған әндер, зікірлер арқылы да көкейге құя білген. Біз Қожа Ахмет Яссауидің мықты ақын болмағанын түсінейік. Бірақ ол ислам дініндегі Құран сөздерін түрік, шағатай тілінде халыққа үйлесімді сөздер арқылы хикмет түрінде ұғындыра білді. Қожа Ахмет Яссауи пайғамбарымыздың жақсылыққа шақыру мен жамандықтан тыю ұстанымын жалғастырушы ізбасары болды. Расында да, бүкіл адамзат осы ұстаныммен өмір сүрсе, қоғамда, заманда, тіпті бүкіл әлемде жақсы жаққа қарай өзгерер еді. Әрбір жақсылыққа жақын, жаны таза адам Яссауи салған ізбенен ізгілікке қарай қадам басса, жақсы адам деген атқа әбден лайық болары хақ. Ғашықтық от басылмайды жанның шөлі, ғашықтыққа бөгетемес таудың селі. Ғашық болмай танымаспын мәулім сені, не қылсаң да ғашық қылшы пәруәрдигар. Ұлық сырдың жағасын мекен еткен бас уәли, машайықтар сарасы Қожа Ахмет Яссауи. Бұл дастаннан оқыңыз, сұлтан үні жырларын, діліңізге тоқыңыз Қожа Ахмет сырларын. Ой қозғадық азғана, уақыт бөліп сізбенен, жақсылыққа апарар жүрген жақсы ізбенен.